Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі біздің Қазақстан тарихынан өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қолөнер. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары: мәдениет, дала өркениет, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра түсініктерін қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттауда қолдану. Қазақ халқының материалдық мәдениетінің жетістіктерін анықтау. Қазақстан территориясындағы тарихи-этнографиялық үрдістердің үздіксіздігін талдау. Сабақ мақсаттары: білімгерлердің қазақ халқының материалдық мәдениетінің дамуын және әр кезеңде жалғасуын талдап, оны қазіргі заманда насихаттау туралы жолдамасы. Бағалау критерийлерін тоқталсақ, бүгінгі сабақта білімгерлер материалдық мәдениет туралы түсініктерін кеңейтеді және түрлерін анықтайды. Қазақ халқының материалдық мәдениет және қолданбалы өнері маңызын сипаттап баға береді. Тілдік мақсаттар: мәдениетті жан-жақты қырынан тани білуге көмектеседі. Қазақ халқының материалдық мәдениетін таныта отырып, білімдерін ескеріп тұру арқылы дамыту, өз көзқарастарын қалыптастыруға көмектеседі. Құндылықтар: патриотизм, өз елі үшін мақтаныш сезімін оятады. Пәнаралық байланыстар: қазақ әдебиеті мен тілі, бастапқы білім, оныншы ғасырдағы қазақ даласындағы жалпы әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлар туралы. Өткен сабақта есімізде түсіру үшін үй тапсырмасын сұрасақ, үй тапсырмасының тапсырмаларына тоқталып, бірінші тапсырма: сәйкестендіру тексті. Қазақстан тарихында қабылданған конституцияларға байланысты ақпаратты сәйкестендір. Ал енді дұрыс жауабына тоқталсақ, Қазақстан тарихында қабылданған конституцияларға байланысты ақпаратты сәйкестендір. 1907 жылы Қазақ ССР жұмысшы және шаруа социалистік мемлекет болып есептелді. 1978 жылы Қазақ ССР жұмысшылардың, шаруалардың және интеллигенцияның республиканың барлық ұлт еңбекшілерінің еркі мен мүдделерін білдіретін социалистік жалпы халықтық мемлекеттік жабылды. 1993 жылы егеменді Қазақстан мемлекетінің негізгі конституциясын қабылдады. 1995 жылы бұл конституция бойынша жаңа үлгідегі парламент құруды көздеді. Парламент тұрақты заң шығарушы орган болып саналды. Келесі екінші тапсырма: тұжырымның ақиқат немесе жалған екенін анықта. 1998 жылы 2007 жылдары Конституцияға толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Яғни ақиқат дұрыс. 1985 жылдан кейінгі Қазақстан қоғамы революцияның басты қорытындысының бірі көппартиялық жүйеден саяси плюрализмге өту. Әрине ақиқат. 1985 жылы КГК-ның бас хатшысы Брежневтің бастамасы бойынша жүргізілген қайта құру реформалар кеңес мемлекетін құтқара алмады. Яғни жалған. 2012 жылы Қазақстан 2050 стратегиялық жоспары қабылданды. Ақиқат: Қазақстан 2050 стратегиясында 7 мерзімді басымдылық жүзеге асыру көзделді. Ақиқат: индустриалдық инновациялық даму бағдарламасында ақпаратты қоғамға өту үшін жағдайлар жасалды. Яғни жалған. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мәдениет сөзінің анықтамасын анықтайық. Мәдениет бұл латын тілінің культура сөзінен шығып, өңдеу, егу деген мағынаны білдіреді. Мәдениет табиғат объектісіндегі адамның әрекеті арқылы жасалатын өзгерістер. Өздеріңіз білетіндей, мәдениет екі түрге бөлінеді: материалдық мәдениет және рухани мәдениет. Бүгінгі біздің сіздермен қарастыратынымыз бұл қазақ халқының материалдық мәдениет болып табылмақ. Материалдық мәдениет жәдігерлерді, яғни адамдар жасаған заттардан және технологиялардан, яғни жәдігерлерді жасау тәсілдерінен тұрады. Материалдық мәдениетке өздеріңіз көріп отырғандай баспана, киім-кешек, қару-жарақ, қолданбалы өнер заттары, тағам, ыдыс-аяқ және тағы да басқа жатады. Келесі кезекті бейнероликке назар аударсақ.
Қазақтың киіз үйі. Киіз үй үш бөлім. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаш жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің екі есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, екі босаға, табалдырық, екі жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар, енді төмендегі кестені жазыңыздар. Бұл төмендегі нені білемін, нені білдім, нені білгім келеді деген сұрақтарға жауап беру керек. Келесі. Киіз үй жай ғана өмір сүруді қамтамасыз ететін баспана ғана емес, сондай өміржайлық мәдениеттің көрінісі. Көшпелі дәуірде қазақтардың баспанасы бөлшектеніп тасымалданатын киіз үй болды. Бұл көшпелілердің жыл бойы көшіп-қонған жарамды тамаша өнер. Киіз үй мобильді, ешқандай шегесіз, тез болып жиналатын, көшіп-қонуға ыңғайлы, жазда салқындықта жауап, жер сілкінісінде ыңғайлы, жел дауылдарға төзімді, мұнай тасымалдануының ерекшеленеді. Киіз үй ғаламның моделі, күндіздің күмбезі, аспанның, шаңырақ күннің, ошақ пен киіз үйдің дөңгелек кеңістігі, жердің нышанын білдіреді. Киіз үйдің түрлеріне тоқталып өтсек, орда салтанатты жоғары мәртебелі адамдар бас қосатын елдік мәселе шешетін аса құрметті хан диқандар ортасы. Алтын орда 30 қанаттан тұратын ханның мәжін орда. Алтын үзік 20 қанаттан тұратын аса лауазымды хан отбасы. Ақшаңқан 18 қанаттан және 12 қанаттан тұратын елбасылар бай билер отбасы. Ақ алауырда 8 қанатты дәулетті бай. Ақ үй 6 қанатты дәулетті адамдар. Ол қоңыр үй 4-5 қанатты отбасылар тұратын. Қараша үй кедей үй. Отау жас жұбайлады. Келесі кезекте тапсырма бірінші негізі. Кластер. Қазақтың материалдық мәдениетіне жататындығын кластерлік толтыру арқылы анықтайды. Қазақ халқының дәстүрлі қолөнері. Аса маңызды қолөнер түрі ағаш өнері болып табылады. Ағаш өндіру шеберлері үлкен құрметке ие. Оларды
Уықтарды сулауға арналған пеші, үйге арналған құрылғысы, ұрлау аспабы бар арнаулы шеберханалары болды. Олар киізетін ағаш бөліктерінен басқа ағаштан әртүрлі жасаудан, ыдыс-аяқ пен тұрмыстық бұйымдарды, музыкалық аспаптар жасады. Ағаш оюшылар ойын мен әртүрлі өнерді пайдаланды. Бұған қоса қазақтарда зергерлік, қару-жарақ жасау, былғары, өңдеу, сүйектер және тас қашау сияқты ғылыми түрлер дамыды. Қазақ халқының үй кәсіпшіліктері. Үй кәсіпшіліктерінің ішіндегі негізгісі киіз басу. Киіз үйдің сыртқы қабырғаларынан алған киіздерден басқа ішкі жасау жабдықтарға алған түрлі киіздерді дайындалды. Киіз байыту бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен жүнді дайындап алып, шикізерішке жаяды. Одан кейін төсеніш тоғырап, тоқсумен ылғалдайды да, аяқпен және шындықпен ылғалына көрсетеді. Бұған үнемі көп адам бізде әйелдер қатысады. Текеметтер еденге төсеу үшін пайдаланылады. Оларды ою түріндегі жүнді жаймалап, дауылмен кесілген кесіліп, алынған ойларды бақылап жасайды. Қабырғаға ілетін және жерге төселетін сылақтарды дайындаудың бірнеше тәсілі бар. Қарама-қарсы түзеу киіз, кресларынан тұтастыру, ақ киізге матаны төгу, киізге түспен кесіле бөлме салу. Қабырға кілемдер, киізге тұтастыру, жабыстыру және кесілу тәсілдермен жасалады. Ой өрнектерге тоқталды. Қазақ ой өрнегінің композициялық құрылымы шекті өрнектер, өсімдік тектес өрнектер, өрнектер, тоз өрнектер, геометриялық, зоморты ой өрнектер, ялғажай өрнектер болып бөлінеді. Тапсырмаларға көшті. Тапсырма екінші. Кестені толтырыңыз. Яғни бір бағанға кестені толтыру арқылы қазақтарда ер адам теңгерін атайды. Екінші толтыру арқылы қазақтарда әйел адамның теңгерін атайды. Тапсырма үшінші. Қолданбалы өнер түрлері және олардың мақсатын анықтайды. Қазақтардың қолданбалы өнер түрлерін атайды. Қазақтардың қолданбалы өнер түрлерінің маңыздылығына баға беру арқылы талдайды. Қорытынды. Қазақтардың материалдық мәдениеті халықтың шаруашылық өмірінің ерекшеліктеріне байланысты болды. Көшпелі қазақтар баспанасы мен ыдыс-аяқтары өмір сүрген табиғи жағдайларға неғұрлым оңтайлы бейімделген. Киіз үй көшпелі өмір жағдайларындағы ыңғайлы баспана, сонымен бірге әлемдік кішігірім үлгісі болды. Киіз үйде қазақтардың материалдық және рухани өмірі шоғырланған. Қазақтардың қолөнерлері мен үй кәсіпшіліктерінің тамырлары керегі замандарға кетеді және далалық өркениет дәстүрлерімен көшпелі өмірдің ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Киіз үйде ішкі жасау жабдығы қолдануға қолайлылығымен, жоғары эстетикасымен ерекшеленеді. Кері байланысқа рефлекс, білім қоржыны. Яғни, сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегендеріңіз қызыл қоржынға. Мен сабақты жақсы түсіндім десеңіздер көк қоржынға, тақырып бойынша әлі жеңіл керек десеңіздер сары қоржынға, өз жазылған парақтарыңызды саласыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы 20-ші параграфта назарларыңызға рахмет.